Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Бағымжан. Бүгін біз сіздермен бірге диеталық тағам жасайтын боламыз, яғни түскі асқа немесе кешкі асқа жасасаңыздар болады. Ең алдымен тауықтың төс етін жуып, жақсылап турап алатын боламыз. Төс етін жақсылап 4 сыртты етіп турап алғаннан кейін оны бір ыдысымызға саламыз және де үстіне грек йогуртынан 3 ас қасық салатын боламыз және де керекті дәмдеушілерімізді қосамыз. Менде бұл жерде тұз, қара бұрыш және де паприка. Жақсылап араластырып алғаннан кейін дәмдеушілері сіңіп тұрғанша қойып қоямыз және де келесі басқа заттарымызды дайындаймыз. Менде бұл жерде кабачки, бір кабачки жетеді. Яғни кабачкиді жақсылап турап алатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша егер кабачки ұнамаса қоспай жасасаңыздар болады. Келесі брокколиді алып, жақсылап өзімізге керекті мөлшерде кесіп алатын боламыз. Осылай пышақтың көмегімен немесе қолыңызбен үзіп дайындап шықсаңыздар болады брокколиді. Келесі барлық туралған дайын заттарымызды бөлек ыдысқа салып аламыз және де келесі заттарымызды турауға кірісеміз. Келесі кезекте пияз, болгар бұрышы және де қызанағымызды турап алатын боламыз. Барлығын дөңгелек етіп турап шығамыз. Барлық қажетті заттарды турап алғаннан кейін соусын дайындайтын боламыз. Бізге соус дайындау үшін ірімшікті кішкене үккіштен өткізіп алатын боламыз және де оның үстіне 3 жұмыртқамызды қосамыз. Грек йогуртынан 1 ас қасық қосамыз және де дәміне қарай шым тұз қосатын боламыз және де жақсылап араластырамыз. Формамызды майлап аламыз және де керекті заттарымызды ретімен орналастырамыз. Кабачкиді ретімен орналастырып шығамыз. Одан кейін келесі кезекте тауықтың төс етін ретіне қойып шығатын боламыз. Келесі бетінен болгар бұрышы, пиязымызды және де брокколиді қосып қойып шығатын боламыз. Бұл жерде сіздер болгар бұрышын қоспасаңыздар да болады.
Келесі брокколидің үстіне дайын соусымызды құйып шығатын боламыз. Және де бір тегіс етеміз. Келесі кезекте қызанағымызды қойып шығамыз. Және де оның бетіне үгітілген ірімшіктен кішкене сеуіп шығатын боламыз. Және де менде бұл жерде петрушка. Петрушканы қазір емес, соңынан дайын болғанда тура бетіне қойсаңыздар болады. 80 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Пісу уақыты сіздің пешіңізге байланысты. Бетін міндетті түрде фольгамен жабамыз. Дайын болуына 5-10 минуттай қалғанда фольгамызды алып, бетіне қалған ірімшігімізді сеуіп шығатын боламыз. Міне қараңыздар, бізде осындай диеталық тағам дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Диеталық тағамды ұнатып, жақсы көрсеңіздер, үйлеріңізде жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.